Сәлеметсіздер ме? Бұл бейнеде біз колледж қызметкерлеріне арналған оқу жоспарын құру және толтыру процесін кезең-кезеңмен қарастырамыз. Жұмысты бастамас бұрын міндетті түрде порталда авторизациядан өтіңіз. Логин мен құпия сөзді тиісті жолдарға енгізіп, кіру батырмасын басыңыз. Оқу жоспарын құру үшін білім үдерісі бөлімінде оқу жоспары тармағын таңдап, құру батырмасын басыңыз. Бұл кезеңде оқу жоспарының негізгі параметрлерін дұрыс орнату өте маңызды. Біліктілігі, оқу мерзімі, оқыту түрі және оқудың басталу жылы, топ тілін, оқу нәтижесімен РУП деген белгілерді міндетті түрде қойыңыз. Егер параметрлері бірдей болса, бір оқу жоспары сол параметрлері бар барлық топтар үшін құрылады. Оқу жоспары бірден бүкіл оқу мерзіміне жасалады. Порталда оқу жоспарына арналған дайын үлгі деректер бар. Қажет болса, оларды өңдеуге болады. Модуль жасау үшін пәндер тобын қосу батырмасын басып, өрістерді толтырыңыз. Модуль түрін таңдаңыз. Мысалы, базалық модуль, кәсіби модуль немесе жалпы білім беру модулі. Пәнді қосқаннан кейін оған оқу нәтижесін қосу үшін, мысалы, бейнеде көрсетілгендей базалық модуль 1 пәнді қосу батырмасын басып, тізімнен таңдаңыз. Енді осы таңдалған элементке оқу нәтижесін қосу үшін қайтадан пәнді қосу батырмасын басыңыз. Енді таңдалған элемент ата-аналық элемент ретінде болады. Оқу нәтижесін белгілеп, тізімнен оқу нәтижесін таңдаңыз. Оқу нәтижесін қай модульге байлап жатқаныңызды мұқият тексеріңіз. Бұл оқу бағдарламасының дұрыс қалыптасуына әсер етеді. Енді бұл тармақта сіз пәндер мен оқу нәтижелерінің атауларын өзгерте немесе өшіре аласыз. Сағат санын түзете аласыз. Жаңа пәндер мен оқу нәтижелерін қоса аласыз. Егер қажетті пәндер тобы жоқ болса, пәндер тобын қосу батырмасын басып, өрістерді толтырыңыз. Оқу үдерісінің кестесін толтыру үшін парақшаны соңына дейін ашыңыз. Қажетті оқу аптасын таңдап, өңдеу батырмасын басып, қажетті белгілеуді таңдаңыз. Егер қажетті белгілеу жоқ болса, қосу батырмасын басып, өрістерді толтырыңыз. Оқу процесінің кестесі оқу жылын құрылымдауға және жүктемесін дұрыс бөлуге көмектеседі. Егер қажетсіз пәндер тобы болса, пәндер тобын жою батырмасын басып, қажетсіз топты таңдаңыз. Оқу жоспарын жібермес бұрын таңдалған параметрлерді қайтадан тексеріңіз. Барлық пәндер мен сағаттардың енгізілгеніне көз жеткізіңіз. Бұл жиі кездесетін қателіктердің бірі. Оқу жоспарын толық толтырғаннан кейін оны директордың бекітуіне жіберу қажет. Қол қоюға жіберу батырмасын басыңыз. Директор оқу жоспарын тексеріп бекітеді немесе қате болса қайта өңдеуге жібереді. Колледж Smart Nation порталында сәтті жұмыс тілейміз. Назарларыңызға рахмет.